Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар, сіздермен бірге Қуанышты медицина, оның жүргізушісі мен дәрігер Қуанышбек. Бүгінгі видеода мен сіздерге қаржылық сауаттылық, яғни медик студенттердің қаржылық сауаттылығы деген тақырыпта видео түсіретін боламын. Бұл видеоны маған жазуға не түрткі болды? Оқы деп айтады, ертең мықты врач болып шығасыздар, жалақы аласыздар, бірақ ол жалақыларыңызды қалай пайдаланып білмесеңіздер, достар, мәні болмайды бұл жұмыстарыңыздың. Қарызға кіріп кетесіздер, әртүрлі пирамидаларға кіріп кетесіздер. Сол үшін қазіргі кезден бастап қай курс болсаңыз да бәрібір, бірінші курс болыңыздар, жетінші курс болыңыздар, бұл білім сіздерге керек. Өз кезеңінде мен бұл білімді 4-ші курста алып бастадым. Бұл енді көп соза бермей, достар, әр қадамдарын бергім келіп тұр. Ең біріншісі, достар, бюджет құру. Бюджетке кіріс, шығыс, банальный деп айтуларыңыз мүмкін. Әрине, достар, көп адам құру керек дейді, бірақ істемейді. Мен өз кезегімде 4-ші курстан бастап, енді қандай шығын жазсам да мен оны жазам. Автобусқа отырсам да мен соны жазып отырам. Яғни оңайға ақша салдым, 500 теңге мен бірден жазам. Оған маған әртүрлі расходы деген программалар көмектеседі. Жазып алыңыздар, достар, өте көп программалар. Және де кіріс. Стипендиядан алдым, сестрам берді, жаңағыдай папам берді, немесе өзім жұмыс істеп таптым деген сияқты кірістерімді де жазып отырам. Сіздер білулеріңіз керек, сіздерге айда қанша ақша кіріп тұр, қанша ақша шығып тұр. Ең бірінші ереже, достар, сіздерге келген ақша шығатын ақшадан көп болу керек. Яғни 50 мың теңге стипендияларыңыз түссе, сіздер 60 мың теңге жұмсамауларыңыз керек. Егер сіздерге айына 80 мың түссе, сіздер 90 мың жұмсамауларыңыз керек, достар. Бұл ең үлкен қаржылық қателік. Егер сіздер олай істей беретін болсаңыздар, ары қарай ямаға түсе бересіздер де, сіздердің болашақтарыңыз қарыз, кредитпен байланатын болады. Кімнің кредиті, кімнің қарызы болса, бұл, достар, еркіндікті ұмыту керек. Себебі сіздер бір жұмыс орнына байланасыздар. Яғни болды, мен осы жерде істей берем. Ладно, зарплата устраивать етпейді, әйтеуір тауып жатырмын ғой деп потенциалдарыңызды аша алмай қаласыздар. Сол үшін ешқашан кредит алмаңыздар. Келген ақша шығатын ақшадан көп болу керек. Яғни сіздердің расходтарыңыз доходтарыңыздан асып кетпеу керек. Бұған, достар, тырысу керек. Содан кейін жаңағы бюджет жазасыздар ғой. Бюджетте развлечение, мысалы, достарыммен кеткен ақша, жаңағыдай фастфудқа кеткен ақша деп барлығын колонкамен жазсаңыздар, көресіздер. Сіздердің 50 мың теңгелеріңіз қайда кетіп жатыр. Мен өз кезегімде түсіндім, ақшамның көбісі 4-ші курста жаңағыдай развлечение мен фастфудқа кетеді екен, достар. Мен соның барлығын алып тастадым, мен болды енді фастфуд жемеймін, развлечениенің 50% азайтамын. Развлечениеге 20 мың кетсе, айына әр адамда әртүрлі, достар, соны 10 мыңға түсіруге тырысу керек. Егер сіздер тырыссаңыздар, ертең болашақтағы қаржылық жағдайларыңыз сіздерге маңызды болса, оны істейсіздер. Ең бірінші инсайт, бұл, достар, істеп көріңіздер. Кез келген расходтарыңыз жазасыздар, кез келген доходтарыңыз жазасыздар. Бұл өте маңызды инсайт. Егер сіздер бекітіп отырсаңыздар, қайда кетіп жатқан өте күшті болады. Екіншісі, бұл кез келген табысыңыздан 20-30%, егер 40% откладывать етсеңіздер күшті, оны жинап отыруларыңыз керек. Бұны сіздер әдетке айналдыруларыңыз керек. Егер сіздер жаңағыдай 50 мың стипендия түсті, оның 10 мыңын алып отырсаңыздар, жаңағы бірінші қағиданы істейсіздер. Сіздердің расходтарыңыз доходтарыңыздан асып кетпейді. 50 мыңға өмір сүрген адам 45 мың теңгеге де 40 мың теңгеге де өмірін сүре алады, достар. Сол үшін жаңағы 10-20%-ын ай сайын қанша ақша түседі, соны өздеріңізге жинап отырыңыздар. Бұл не үшін керек? Өмірде неше түрлі жағдай болуы мүмкін. Бұл форс-мажор фонды. Үкіметте кез келгенде, достар, фонд бар, артық қор. Егер сіздер жастайыңыздан өздеріңізге артық қор жасап үйренсеңіздер, ертең сіздердің өмірлеріңізде жаңағыдай қара күн деген болмайды. Аяқтарыңыз сынып қалуы мүмкін, телефондарыңыз ұрлап кетуі мүмкін, жаңағыдай досыңызға срочно ақша керек, операция ақша керек болған кезде әркімден сұрап жүрмейсіздер, өздеріңізде ақша болады. Соны, достар, жинаңыздар. Маңызы жоқ қанша, 100 мың жинайсыздар ма, 60 мың, бірақ бұл фонд сіздерде болу керек, достар. Депозитке жинасаңыздар болады. Мен өз кезегімде басында депозитке жинайтын едім. Және де, достар, әртүрлі жолдары бар. Үйге наличка қылып шығарсаңыздар болады, шетелдің валютасын аударып қойсаңыздар болады. Бұны ары қарай ізденіңіздер. Келесі, достар, қарыз алмауға тырысу керек, және де қарыз бермеуге тырысу керек. Егер сіздер қарыз ала беретін болсаңыздар, ертең оны қайтару да бар. Көп адам қарыз алады, қайтара алмай қалады. Сосын достық бұзылады, достар. Мен өз кезегімде ешкімге қарыз бермеймін. Егер жақын адамдарым сұраса, оларға жай көмек ретінде берем. Мен түсінем, олар маған қайтара алмай қалса, мен оларға ренжімеймін. Ал егер сіздер мынау маған қайтарады ғой деп алыс таныстарыңызға берсеңіздер, үлкен пайыз, достар, ол қайтармауына. Сол үшін қарыз мүлде бермеңіздер, және де ешқашан қарыз алмаңыздар. Стипендиядан қайтарам, анау-мынау деген, достар, бұл болмайды. Барлық студенттерде бірдей ақша ғой, плюс-минус.
бір студенттер өте жақсы сапалы өмір сүреді сол ақшасына, ал бір студенттер қарызға кіріп кетеді. Сол үшін қарызға ешқашан кірмеңіздер, қарыз бермеңіздер. Одан кейін достар, енді сіздер қаржылық сауаттылықтарыңызды арттырсаңыздар, өздеріңізде артық ақша қалып бастайды. Жаңағы ақшаңызды разумды жұмсап бастайтын боласыздар. Мысалы, бір толстовка бар, не үшін үстінен тағы екінші толстовка алу деген не болса, жаңағыдай мышление болса, өте күшті болады. Яғни сіздер экономдап үйренетін боласыздар. Экономия дегенде енді сіздер толықтай барлық нәрсені өздеріңіз тыйып тастауға болмайды. Мен оны айтқым келіп тұрған жоқ. Ақылды экономия, ақылды үнемдеу жасау керек. Яғни 5000 теңгені затын 3,5 теңгеге алуға болатын болса, скидкамен әртүрлі жолдарын іздеп солай алу керек. Сол үшін достар, ақшаларыңызды сапалы жаққа жұмсауға, инвестиция жасауға тырысыңыздар. Егер сіздер күшті сапалы тамақ алып жесеңіздер, бұл өздеріңізге жасап жатқан инвестиция. Егер сіздер барып қыдырсаңыздар, бұл өздеріңізге жасалған инвестиция. Қыдыруда достар, жақсы жерлерге барып, табиғатты көруге көп тырысыңыздар. Кино көруді үйде де көре аласыздар. Я болады анда-санда көруге, бірақ апта сайын емес. Ол сіздердің аз ақшаларыңызды азайта береді достар. Студентсіздер, ақшаларыңыз аз. Сол үшін қолдарыңыздағы бар ақшаны басқарып үйренулеріңіз керек. Одан кейін достар, әр стипендия алған кезде бір кітап алуға тырысыңыздар. Мен өз кезегімде стипендия алған кезімде бірінші курстан бастап солай достар, кітап алуға тырысам, әртүрлі жанрдағы медициналық соны істесеңіздер, ол миларыңызға құйып жатқан инвестиция деген сөз. Тағы бір ең соңғы инсайт, осындай қаржылық гениялардың, қаржылық адамдардың кітабын қазірден бастап оқыңыздар. Жиналған ақшаны кейін инвестиция жасау, оны көбейту жолдарын, өмірлік капиталдарыңызды істеңіздер достар. Ертең бір 50-60-қа, даже 40-қа келген кезде қарыз алып жүрмей, өздеріңіздің қазіргі 20 жастарыңыздан жинаған ақшаларыңыз болады, дүниелеріңіз болады. Сол кезде менің осы видеома рахмет айтатын боласыздар. Бұйырса достар. Сол үшін достар, ешқашанда расточительство дейді ғой орысша, шашып тастай бермеңіздер, келген ақшаны үнемдеп, жинап, жағдай саналы түрде басқарып үйреніңіздер, бюджет жасаңыздар. Мысалы, тамақ алуға баратын болсаңыздар, запискаға бүкіл барлығын жазып алыңыздар. Тамақ алуға баратын кезде тойып барыңыздар, базарға, себебі әр нәрсені алғыларыңыз келіп кетеді. Киім алғыларыңыз келсе де ойлаңыздар, мына киім маған керек пе, әлде керек емес пе? Егер менің киімім болса, курткам болса, ол күшті жағдайда болса, не үшін ауыстыруым керек? Айфонды да мысалы әр жыл сайын ауыстыра бермей, лучше ол ақшаны өздеріңізге инвестиция жасап, денсаулықтарыңызға құйып, жақындарыңызға көмектесу деген сияқты игі істерге, благотворительность жасауға жұмсаңыздар достар. Бұл білімдер өте маңызды. Джордж Самуэл Клейтон, самый богатый человек в Вавилоне кітабында оқыңыздар достар, сол кезде көп нәрсені түсінесіздер. Бұл барлықтарыңызға керек білім, мектепте, универде үйретпейді. Назарларыңызға көп рахмет.